бүгінгі таңда тұтынушылардың сұранысына әрі олардың жақсы бағалауына ие болып жатыр. Қазақ тіліндегі бағдарламалық өнімдер саны жуық арада еселеп өседі деген үміт бар. Өйткені бұл салаға үкімет тарапынан көрсетіліп отырған көмек те қамқорлық та жоғары. Және осы салада жұмыс істеп жатқан бірқатар компьютерлік мекемелер, кәсіпорындар бар. Қазақ тілінің жалпы қай тілдің болмасын, мына бәсекелестік ортада өзінің орнын ойып алуы тек дәстүрлі үйрету жолдарына ғана байланысты емес, сонымен қатар мына заманауи технологиялар да қатысты. Заманауи технология дегеніміз қазіргі ақпараттық технологиялар. Біз көп жағдайда Қазақстанды Малайзиямен теңестіріп жатамыз. Шынында да бұл ел өзінің ұлттық құрамы жөнінен, экономиканың дамуы жөнінен, шикізаттық ресурстар жөнінен Қазақстанмен барабар ел. Міне осы елде алғашқы кезде малай тілінің жалпы малай ұлтының деңгейі осы елдегі басым әрі мына әршіл ұлт саналатын Қытайлармен салыстырғанда әлдеқайда кемшін болған. Енді осы ахуалды түзету үшін ел басшылығы ақпараттық технологияларды қолдану қажет деп шешті. Яғни софтты қолданудың арқасында, софт дегеніміз ақпараттық бағдарламалар. Малай тілі аз ғана уақыттың ішінде Қытай тілімен теңестіріп, өзінің нарықтағы және білім беру, ақпарат, мәдениет кеңістігіндегі өзінің орнын иеленіп үлгерді. Қазақ тілін оқытатын бағдарламалық өнімдер болсын, және оқулық өнімдер болсын, бұлардың барлығының түп тамыры осы соңғы 5-6 жылда жатқан жоқ. Расында да мынандай сауал туындауы мүмкін, не болай деген. Бұның қалай біз кеңес үкіметін, кеңес идеологиясын қаншалықты қазір мансұқ өткенімізбен, біздің бүгінгі жасап жатқан жаңалықтарымыздың көбісінің ұшы осы кезеңге барып тіреледі. Мәселен, 1988 жылы Мәскеудегі бүкілодақ Чурковтар комитеті математиктермен және сол кездегі машиналық интеллект сол саланың өкілдерімен бірлесіп отырып, түрік тілдерінің халықаралық машиналық қорын құру жөнінде ұйғарымға келіп, осы саладағы мамандардың басын біріктірген болатын. Енді бұл сол кезде бұл жұмысты жүргізу осы Қазақстан ғалымдарына табыс етілген болатын. Сол жұмысты біздің ғалымдарымыз күні бүгінге дейін осы әкелі жеткізіп отыр. Жаңа осы сіздердің алдарыңызда марапатталған Совет Раисұлы Дүйсебаев осы салаға мына тілші ғалымдардың ішінен араласып жүрген ақпараттық өнімдерін, оқыту бағдарламалық өнімдерін жасауға атсалысып жүрген біздегі белгілі мамандардың бірі болып табылады. Совет Раисұлының қатысуымен сөз көмек, сөз ана сөздік деген бағдарламалар өмірге келді.
Енді осы бағдарламаларды біз әуелі мына электрондық нұсқасын көрсетеміз деп ойлап едік, бірақ техникалық мүмкіндіктердің болмауына байланысты мен сіздерге бұны ауызша айтып беруге тырысайын. Бірақ енді бұл өзі бағдарламалық әрқайсысына қадам-қадаммен көрсетіліп отыратын күрделі дүние. Оны айту үшін де біраз өнер керек. Баяғыда Сәбен Жәміловтің Хамметтер романын қарап шыққаннан кейін былай деген екен: шырағым, мына оқтың тілі қысқа тіл. Сен оған біраз жыл тапқан екенсің деп. Сол сияқты мынау компьютердің тілі өте қысқа тіл. Бұл тіл командамен берілетін тіл, айтылатын тіл. Сондықтан жаңағы бұл енді егер жүрекке шыққан ой жүрекке жетпей жатса, бұл енді осы компьютердің қазіргі технологияның күрделілігінен етіліміз керек. Бізде қазақ тілінің электрондық сөздік қорын ақпараттық технология түсірген 2-3 бағдарлама бар. Ол бағдарламалар осы әкімдіктің өзінде қайталанатын мәселе. Bir бағдарлама алтын соқ компания шығарған. Екінші бағдарлама сөз күні. Сөз күні бағдарламасының сөздік қоры 120 мың сөз, қазақша, орысша және орысша қазақша. Енді бұл әрине қазіргі заманғы лексиконды және бұрынғы соңғы өткен диалогизмдерді, архаизмдерді қамту ол қиынға түсуі мүмкін, бірақ бұл бағдарлама күн сайын болмаса да, бұл жыл сайын сөздік қоры толықтырылып, және ол әрі қарай бағдарламалық түрде тәсілдермен дамып отыратын өнерден айда әсер еткен жүр.